Allah'ın atымен бастаймын. Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın игілігімен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қадірменді қонақтар, айлардың сұлтаны қасиетті Рамазан айында Рамазан айы құтты болсын. Баршамыздың осы айда істеп жатқан ізгі амалдарымызбен, ұстап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан тарауих намаздарымызды, дәл бүгінгіде беріп жатқан аузашар дастархандарымызды баршасын Алла қабыл қылсын. Бүгін өздеріңіз білесіздер, осыдан бір жыл бұрын өмірден өткен Қасымжан ұлы Нүсіпжан әкеміздің артында қалған бала шағасы қазақтың салтымен бір жылдық асын дәл бүгін Рамазан айының құрметіне кешкі уақытта аузашар уақытына дастархан жайып отыр. Алла Тағала осы ниетімізді қабыл етсін. Әрбір ораза ұстаған пенденің аузын аштырса, ораза ұстаған пенденің сауабындай сауап нәсіп етем деген бүгінгі осы аузашар дастарханның сауабын Нүсіпжан әкеміздің амалына Алла Тағала сауапты нәсіп етсін. Енді құрметті ағайын, уақыттар өте санаулы. Қазір Құранымызды оқып, аузашар уақытына туралап, Құранымызды бағыштап, аузымызды ашатын боламыз. Бір 4 минуттай уақыт қалыпты. Al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu'l bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İleke min jaratuşa kudretli meyrimdir rahimde Allah barlık maqtav madaq bir özün eten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavattır ve selamdır bolğay.
Алла тағалам өзінің мейірімінен, рахымынан үміт етіп оқылған Рахман сүресінен болған хасыл сауапты әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, отбасына, асхабына, ізгілікпен еріп иманмен өткен барша мүмін мұсылмандарға әмин деп алақан жайып жатқан баршамыздың иманмен өткен ата баба, атана, ағайын, жора жалас туыстарымызға бүгінде бір жылдық асын беріп арнайлап ниет қылып еске алып жатқан Қасымжан, Нүсіпжан әкеміздің рухына арнайлап бағыштаймыз. Алла тағалам ол кісілердің қате, кемшілік, күнәләрін кешіріп, қабірлерін қасиетті Құран нұрмен нұрландырып жатқан жерлерін жайлы, топырақтарын торқа, жандарын жәннаттан еткей. Алла тағалам қасиетті айда ұстап жатқан ораза, берген пітір, хайыр, ихсан, садақа, оқып жатқан тарауих намаздарымызбен аштырып жатқан аузашар дастархандарымызды баршасын Алла тағалам өз мейірім рахмыңмен еселенген сауапты нәсіп еткейсін. Бүгінгі жайылған осы аузашар дастарханның сауабын Нүсіпжан ағамыздың амалына сауаптан болуын Аллахым өзің нәсіп еткейсін. Раббым Алла, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заман нәсіп еткейсін. Қасиетті Рамазан айының соңына дейін, я Раббым Алла, өзің разы болатындай тақуалықпен 30 күн оразамызды ұстауымызды нәсіп етіп, жасалатын жақсылықтарымыздың көп болуын нәсіп еткейсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Ал құрметті ағайын, ауыздарыңызды аша беріңіздер, ниет қабыл болсын. Құрметті қадірменді қонақтарына, сырттағы келіп жатқан кісілер, бер қарай, ішке қарай кіріңіздер. Біздер қазір ғана Құранымызды оқып, аузымызды аштық. Сіздерде тез-тез жайғасып, ауыз ашуға асығыңдар деген. Сондықтан мұсылманның екі қуанышы бар. Осы ораза ұстағанның дейді. Біреу ауыз ашқанда, біреуі сол оразасы үшін Алланың алдында әжір сауапқа, жақсылыққа кенелгенде дейді. Сондықтан ниеттеріміз қабыл болсын. Мына бір қатарды аласаш, ары қарай ұзары, дәрден жолғасы келген қонақтарға. Ал бір қадірменді қонақтар, намаз оқитын кісілер бері қарай шығыңыздар. Бәріміз намаз оқып алайық, сыйғанымызша. Сыймаған кісілер кейін тағы артынан оқи жатар. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام. تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. كم نشد الله شوية جوجل جواب. أنت جوجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله تعالى وقت المزكين كي تكمش الطول تنزل الحمد الكيسن برحمتك يا رحمن الله خلص. Алла тағаланың сізбен бізге 12 айдың сұлтаны болған қасиетті Рамазан айына аман есен жеткізіп отыр. Сансыз шүкірлер болсын. Осы айда жасалатын жақсылықтарымыз көп болсын. Мына бүгін өздеріңізге дастархан жайып отқан. Осы біз енді Шыңғыс бауырымызды жақсы танимыз. Әкесінің атынан 1 жылдық асын беріп, және де аузашар уақытына дастархан жайып отыр. Ниеттер қабыл болсын. Бүгінгі аузашар бұрынғы аузашардан өзгеше дегендей, бүгін өздеріңізге кереметтей тосын сыйларымыз бар. Осында енді Шыңғыс бауырымызды, Қажекеңді біраз кісілер таниды, біраз ұстаз имамдар таниды. Сондықтан сол ұстаздар имамдардың барлығын ақыр келіп тұрғаннан кейін жақсылап пайдаланып, қысқа нұсқа уағыздарға кезек беретін боламыз. Және де бұл 1 жылдық асы болғаннан кейін құрметті ағайын, мынау бір шумақ өлеңді айтады. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасын білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ деп Хакім Абай атамыздың бір шумақ өлеңінде осылай жырлағандай. Құрметті жақсылар, біз бәріміз білеміз, бұл өмірге ешкім мәңгі келмейді. Бәріміздің санаулы пешенемізде, тағдырымызда жазылған уақыт сағат бар. Біреуге ерте, біреуге кеш. Алла тағала ең бастысы, кімге қанша ғұмыр берсе де, сол өмірінде Алланы танып, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға құлшылық парыз дегендей, сол иманымыз бен құлшылығымызды жасасақ, нағыз бақыттың иесі сол жан болмақ ағайын. Сондықтан сол иманымызды күшейтетін Алланың ақиқаты болған қасиетті Құран түскен ай, міне Рамазан айының тұсында тұрмыз. Адам мәңгі жүрмейді, бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге қимастық жас келеді, әкешім сағынып, өзіңізді еске алғанда деп, бүгінгі Нүсіпжан ағамыздың атынан жайылып жатқан осы бір дастарханымызды, оқылып жатқан құрандарымызды Алла тағала қабыл қылсын. Енді құрметті ағайын, аузашар дастарханы болғанымен 1 жылдық асы деп ниет қылып жатырмыз. Сондықтан осы Нүсіпжан көкемізді көзін көрген осы әулеттің үлкендері, құда жекжат ағайын туыстар келіп отыр. Енді ас болғаннан кейін жақсының жақсысын айт, нұр тассын дейді. Пайғамбар хадисін айтады, өмірден өткен адамдарды еске алыңдар, тек қана жақсылығымен деген екен. Сондықтан Нүсіпжан көкеміз жайлы, әкеміз жайлы бір-екі ауыз естеліктер, жақсы сөздер айтам десеңіздер, осында бірнеше кісілерге сөз берсек,
қалған уақытымызды тиімді пайдаланып, Рамазанның айының құрметіне келіп атқан ұстаздарға, уағыздарға кезек берсек, арасында бірнеше тосын сыйлықтарымыз бар. Соны Құдай қаласа өздеріңізге тарту ететін боламыз. Енді әкеміз жайлы бір-екі ауыз сөз сөйлеймін деген кісілер бар ма? Мынау үнтаяқ менікі болғанмен уақыт сіздердікі. Рамазан айы бір-ақ сағат уақытымыз бар. Қазір мынау біздер Рамазан айында толық хатым Құран оқитын мешіттерде хатмыл Құран оқылып жатқан тарауих намазы бар. Сол намазға әсіресе ер кісілер асығамыз. Мына жүргізіп тұрған мен имам, атым Қасым болады. Алматы қаласы Медеу ауданы Абу Ханифа мешітінің имамын. Мен де сол тарауихқа асығамын. Сондықтан уақытымызды тиімді пайдаланып, сөйлейтін бірнеше кісілерге сөз беріп, қалған уақытымызды келіп отқан ел аузында жүрген білікті білімді осында имам ұстаздарымыз бар. Соларға аз-аздан уағызға кезек берсек. Сөйлейтін кісілер бар ма ағайын? Ертең айтып жүрмеңіздер. Бір жылдық асын беріп, Рамазан дастарханы деп бір ауыз сөз бермеді деп, үйдің иесіне ренжімесін деп алдарыңыздан өтіп жатырмын. Үлкен әулеттің үлкендері, құдалардан бір-екі кісі Нүсіпжан көкеміз жайлы естеліктеріңізді айтсаңыздар, қалған уақытымызды Құдай қаласа уағызға берсек. Мынау сөйлейтін кісілерге өтінішіміз бар. Өздеріңіздің кім екендіктеріңізді бір ауыз айтып таныстырып кетсеңіздер. Ал құдалардан бастайық. Нүсіпжан баламыз мезгілінен бұрын ертерек өмірден өтіп кетті. Енді жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын, жаны жанатта болсын. Ол баламыз керемет жақсы ұл еді. Кішіпейіл көрген жерде жаны қалмай аға деп алдымыздан шығып салам беріп, бар құрметін жасап тұрушы еді. Ондай балалар қазір бірде бар, бірде жоқ. Амал бұрын бұл Құдайдың ісі ғой енді. Құдайдың ісіне қарсы келетін адам жоқ. Біреуге ерте, біреуге кеш өмір деген. Артта қалған енді Құдайға шүкір бала шағасы бар, туған туыстары, бауырлары бар. Барлықтарыңызға ұзақ өмір тілеймін. Бала шағалар аман есен ер жетіп, барлығы әкесінің орнын жоқтатпай, әрқашан осындай мінеки кең дастарханын жайып, Құранын оқып, әр жұма сайын жеті-шелпегін таратып отырса, одан артық адамға, өткен адамдарға одан артық ештеңенің керегі жоқ. Осында жиналып отырған көп қауым барлықтарыңыз тілекші, барлықтарыңыз біріңіз құда, біріңіз бауыр, біріңіз іні, біріңіз аға, барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ел жұртымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын, еш уақытта жамандық көрмейік. Осындай кең дастарханда бұдан кейін тек қана тойға ғана жиналайық. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Жақсылықпенен кездесе берейік, аман болыңыздар. Рахмет көке. Мынау қазақтың керемет сөзі бар ағайын. Әкең өмірден өтсе де көзің көрген өтпесін дейді. Осы Нүсіпжан көкеміздің көзін көрген, өздеріңіз аман болыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Нүсіпжан бауырымның жария садақасы 40 күндік жаңағы шайына дәсті осы бір жылдық шайына, соңғы шайына шығарып осыз. Нүсіпжанның әкесі Қасымжан менің әкемнен біраз кішкене үлкен еді. Әкем Қасымжан Гария. Ауылда бір шыны шайды, бір жапырақ нанды бөліп жүрген ағайын туыспыз. Нүсіпжанның бір жақсы жері, біз ауылдан кеш көдік, іздеп баратын. Ауылда туысқандар көп, бірақ келген адам тамағыңа емес қабағыңа қарайтын. Жеңге, сенің қабағыңа келдім, қабағың ашық. Түннің бір уағында кесеңде деп
құшақ жая қарсы аласың. Жақсы дастарқаның, жақсы төсегің бар деп кемпіріме қалжың айтып қоятын. Өмірден Нүсіпжанның кететінін білмедік. Жас ол, бізден қарағанда әлдеқайда жас. Жаны жанатты болсын, алды пейіш, арты кеніш болсын. Қимайтын бауырым інімнің бірі еді. Маңдай алды. Алла тағала Қасымжан әкемізге көгеріп көктеген, өсіп өнген бір қора бала-шаға берген. Осындай жағдай. Енді Алла тағала Нүсіпжанның кішкене кететін келмедік. Жаны жанатты болсын. Рахмет. Рахмет, рахмет. Тағы да сөйлейтін кісілер бар ма? Апалар жақтан. Мынау қазақтың келесі бір керемет сөзі бар, достан дұға дейді. Осы Нүсіпжан көкеміздің достары, солардың атынан бір топ ағаларымыз келіп отыр екен. Нұрдос ағама арнай берейін. Ассалаумағалейкум көпшілік. Мына келіп жеткен оразаларыңыз қабыл болсын. Ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз бәрі қабыл болсын. Мына бүгін бұл жерге бөтен адам келмейді. Бәрі Нүсіпжан досымыздың жақын туыс, бауыр, жейза жұраттары. Мына досымыздың бір жылдық асын, бала-шағасы, жолдасы, балалары бәрі беріп отыр екен. Қабыл болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Нүсіпжан енді досымыз айтарға сөз жоқ. Бірге оқыдық, бірге жүрдік. Қызықтың бәрі достарда, оны айтып тауса алмаймыз. Уақыттарыңызды алмайын. Мынау көпшілік келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Барлықтарыңыз тек жақсылық тойда бас қосыңыздар. Мына отбасы бала-шағасына көп рахмет. Нүсіпжанның жатқан жері жәннат болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, қадірменді жамағат. Мынау барлықтарыңыздың тұтқан оразаларыңыз құтты болсын. Мен осы Нүсіпжанның жездесімін. Өкініштісі әкпесі де дүниеден өтіп кетті. 27 жыл отастым. Осы отастаған жылдар ішінде Нүсіпжан менің қасымда тете інімдей болып, екеуміз қатар жүрдік. Көптеген дүниелерімізді бастан бірге өткіздік. Туамын деп тумайсың, өлемін деп өлмейсің, үкіміне Алланың қанағайсың, көнбейсің. Ата бермес әрқашанда таң күліп, өмір бар жерде, өлімде бар заңдылық. 10 үй салып кірсеңде бәрі уақытша, жалғыз мола болады саған мәңгілік деп. Нүсіпжан балызымның дүниеден өткеніне міне бір жыл уақыт өтіп, сол бір жылда осы міне өзінің мәңгілік мекеніне орнына кеткеніне рас. Анадан алған тәлім тәрбиесімен апаның өзі де жан жақты бүкіл ортадағы дәнекер адам еді. Сол дәнекерлік осы Нүсіпжанға да жұққан еді. Ол да туған туыс жора жолдастың ортасында шапқылап шауып, бәрінің ортасын аралап жүретін еді. Бауырымыздың жатқан жер жәннатты болсын, мінгені пырақ болсын, жаққан шырақ болсын. Алла құзыретіне алып, артында қалған бала-шағаларына саулық берсін. Бүгінгі оқылған Құран, ішілген дәм осы Нүсіпжан балызымның нұр болып сауап тиісін деп тілегім келеді. Рахмет аға. Ал, бүгін асымыз келіп жатыр. Иләһи әмин деп төріміздегі аталарымыздан бата. Микрофон. Бір. Ал, әмин деп ата, қайсыңыз бата беріңіздер. Жарылқасын Алла көпшіліктің берекесін алма, абері бер амандық, бері керме жамандық.
ниет еттік Аллаға туыстар бала-шаға аман болсын деп. Сол туыстардың арқасында Бағдәулет Нүсіпжанның жаңа қарағана қосын деп, есігімізді кең аштық қыдырата келсін деп, жағдайымызды көрсін деп, Алладан бірінші амандық, берер байлықты, денсаулықты, жақсылықты Нүсіпжан әулетіне берсін деп тілейміз. Оразаларыңыз қабыл болсын, мына інімнің бір жылдық асы қабыл болсын. Аумин. Аумин. Рахмет. Баталы болса, қарт қадірлі, жүрісті болса, ат қадірлі, тыныштық әрбір сәт қадірлі дейді. Алла тағала елімізге амандық, жерімізге тыныштық, берекет берсін. Атамыздың батасы керемет екен. Осында бір апамыз сөйлейді деп еді, қай кісі? Қол көтеріп жіберіңіздерші. Болды, әйелдердің атынан екеуі ғана сөйлейді. Қалғандарыңыз соған қосыласыздар, жарай ма? Сіздерге берсек 45 минуттық сабақ болып кетеді қазір, апа. Ал құрметті қалайық, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мен мына Нүсіпжанның анасының сіңлісі боламын. Нүсіпжан жаным енді ертерек кетті, Алланың енді өз жазуы солай болар. Жатқан жері жайлы болсын, жаңа үлкен кісілер қасиетін айтып жатыр ғой, сондай көпшіл туыс іздегіш еді жаным. Маған да келіп ылғи амандасып, қалды сұрасып тұратын. Әкпен марқұмда сондай көпшіл, берекелі, ел жұртына қадірлі адам еді. Жатқан жерлері жайлы болсын. Артында бар оңалар деп міне бала-шағасы бүгін асын беріп жатыр, Алла қабыл қылсын. Алдынан Алла жарылқап, осы беріп жатқан асын Аллам қабыл қылсын. Амин. Рахмет, апа. Рахмет. Келесі апамыз қайсыған? Құрметті, қадірлі жамағат, бүгін міне Нүсіпжанның келместің кемесіне мініп кеткеніне, яғни қайтқанына, жыл толғанына нәзір беріп отыр бала-шағасы, жолдасы, бала-шағалары. Қабыл болсын. Нүсіпжан қандай адам еді? Нүсіпжан ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін, сондай керемет жігіттердің біреуі еді. Жас кетті, амал жоқ, енді бәрі бір Алланың қолында. Нүсіпжанның ылғи да еңбекқор, қашан көрсең осы күліп алдыңнан жүгіріп шығатын ылғи. Сағынамыз әрине, ал бірақ амал жоқ, көнеміз да енді. Сондықтан Нүсіпжанның жатқан жері жайлы болсын, топырағы жұмсақ болсын, мейір шапағатын берсін, иманы жолдас болсын. Артында қалған үрім бұтағы, бала-шағалары, жолдасы, туған туысқандары, бауырлары аман есен болсын. Ылғи жақсылықпен, осындай енді бір жақсылықпен тойда кездесе берсін. Барлықтарыңызға тілейтінім, бүгінгі жүріп жатқан ораза айларыңыз қабыл болсын. Аман есен болыңыздар. Оразадан оразаға, Рамазаннан Рамазаға аман есен жете беріңіздер жылдан жылға. Ылғи жақсылық болсын. Жақсы, қуанышты дастарханда кездесе беріңіздер. Аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет, апа. Алла разы болсын. Ал құрметті ағайын, қалған қонақтар ренжімейтін шығарсыздар. Сіздерден өтініш қылып сұрадық, мына қасиетті айдың құрметі үшін. Енді өмірден өткен әкеміз жайлы жақсы естеліктеріңізді айтып жатсыздар. Мына тамақтың үстінде өзі уағыз айтудың өзі қиын ғой, өйткені тамаққа бәрі қол салып отырады. Тамақ ішкен уақытта көп нәрсені жиыстырып қойған жөн болады. Бірақ уақыттың тығыздығына байланысты тамақтың үстінде де осы жерде арнайы бір сый сияпатымыз бар. Қазір Құдай қаласа ұстаздарға кезек беріп, уағызға кезек беретін боламыз. Сондықтан қалған сөйлей алмай қалған кісілер болса, ренжімеңіздер. Үйдің, әулеттің иесіне ренжіп жүрмеңіздер. Алла тағала баршаңызға разы болсын. Әкеміз жайлы жақсылықтарыңызды, естеліктеріңізді Құдай қаласа айта жүрерсіздер. Дәл бүгін енді уақыттың тығыздығына байланысты бар мүмкіндігімізді уағызға, насихатқа берсек деп өтініш айтып жатыр. Енді осы жерде осы Нүсіпжан ағамыздың інісі Амангелді аға, келіңізші бері. Амангелді ағамыз
Алла разы болсын. Біз мешітте имам болсақ, сол мешіттің тұрақты жамағаты, жанашыры намаздардан қалмайды, салауатын, Құранын оқып жүріп, осы ағасына әрдайым Құран бағыштап жүрген шығар деп ойлаймын, иншалла. Әр күні міне. Әнекей, күніне 5 уақыт намазда дұғасын жасап жатырмыз дейді. Енді осы жерде Жаслан ұстазды құрметпен ортаға шақырсақ. Ұстаз, қазір сізге уағызға кезек береміз. Сіз осы жерде қазір Амангелді ағама бір тосын сый жасағымыз келіп отыр біз. Осы әулеттің атынан арнайы. Сол сыйлықты Құдай қаласа өзіңіз табыстайтын боласыздар. Құрметті ағайын, 1 минут бері қараңыздаршы. Мына жерде бір сыйлық берейін деп жатырмыз. 1 минут. Қазір Нүсіпжан ағамыздың інісі Амангелді ағамызға осы әулеттің атынан бір тосын сый жасаймыз. Сол сыйлықты табыстайтын Жаслан ұстазымыз елімізге белгілі дін насихатын уағыздап жүрген. Құдай қаласа Алланың парыз болған 5 парызының бірі үлкен қажылыққа сізге жолдама. Бисмилля. Аллаху акбар. Міне Шыңғыс бауырыңыз ұйымдастырып сізге Құдай қаласа Құдайбердиев Амангелді ағамызды тамақтың үстіне берген онша емес ау деймін. Қуанбайсыздар ма? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Бәрекелді. Міне үлкен қажылыққа жолдама беріп жатырмыз. Құдай қаласа қажылығыңызды аман есен өтеп. Міне бір сөзіңіз бар ма? Рахмет. Алла разы болсын. Әуелі осы мынау бауырымның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Мынау өзі аңқылдап қанша жүргеніменен осындай мына Шыңғыстай, Даниярдай артынан ұрпақ қалдырды. Жүректерінде иман, осылардың арқасы міне. Осы үлкен қажылыққа баруға маған мынандай сый жасап отыр. Алладан қайтсын. Басқа сөзден қиындау. Алла разы болсын, қабыл болсын, құтты болсын, Құдай қаласа. Көке, мынандай сертификат мына жерде отырған әрқайсысына жұғысты болсын. Әрбір мұсылманның арманы солай емес пе? Міне, әкеңге деген құрмет өмірден өтсе де, ол кісінің көзі тірісіндей құрмет ағасына, інісіне, бауырына жасасаң дейді. Міне, әкеміздің інісі Амангелді ағамызға осылай Шыңғыс бастап, бауырлары қоштап, осы үлкен қажылыққа жолдама беріп жатыр. Алла разы болсын, құтты болсын. Ал, құтты болсын. Болды, музыка поздно өзі, бағана беру керек еді. Енді құрметті ағайын, астың үстінде болса да уақытымыз тығыз, сондықтан өтініш сіздерге. Ана қамырауқатты қасықпен емес, қолмен жеп отырып уағыз тыңдасаңыздар. Ал Жаслан ұстазымызға 10 минут уақыт беріледі. Құдай қаласа соның ішіне біраз нәрсе сыйдырып айтатын сияқты ұстаз. 11 минут берейін ба? Бисмиллах, алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах, саллаллаху алейхи уассалам. Ассаламу алейкум, құрметті Нүсіпжан ағамыздың асына жиналған қауым. Аллах тағала баршамыздың тұтқан оразамызды, тілек дұғаларымызды, құлшылықтарымызды, Нүсіпжан ағаға оқып атқан Құранымызды, мына беріліп атқан асты, жақсы айтылып атқан сөздеріңізді барлығын Аллах тағала сауаптан жазсын. Енді осы қасиетті ай, Рамазан ай немен қасиетті, және біз не үшін қайтқан кісіге Құран оқимыз, не үшін ас береміз, соны қысқаша айта кетсем. Яғни, жаңа Нүсіпжан ағаның жездесі жақсы айтып отыр, нұрландырып, жаңағы сауаптан жассын осы Құран оқылған деп. Сауап не үшін керек? Сауап дегенді, бұл арабша сөз, сауаба дейді, өзіне қайту дегенді білдіреді. Нені қайтады десе, бұл дүниеде істеген барлық жақсылық істеріңіздің ақысы қиямет күні өзіңізге қайтады екен. Қысқаша айтқанда, бұл дүниедегі бүкіл өміріміздегі жасаған тірліктеріміз, амалдарымызды Аллах тағала қиямет күні осы сауаппен есептейді екен. Енді оның маңыздылығы қаншалықты десек, біріншіден бұл дүниеде біз сауапты көрмейміз. Және ағаға оқылып атқан Құран, мына беріліп атқан астың қанша сауабы бар батыр, кім айта алады? Бір Алла біледі. Сондықтан ғалымдар айтады, сауап деген ол көзге көрінбейтін нәрсе, түбі жоқ шелекпен жинаған секілді дейді. Кім қанша жинады білмейміз. Бірақ оның маңыздылығына тоқтайтын болсақ, қиямет күні бұл дүниеде біз ауамен қалай демалып жүрген болсақ,
ауа бізге қандай қажетті болса, қиямет күні сауап одан да артық қажетті болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына хадистерінен белгілі қаншалықты қажет екенін. Бір әйел адам қиямет күні, біз енді жалпымыз ғой, оң жақта бір періште, сол жақта бір періште, оң жақта періште адамның сауап қып жазатын болса, сол жақтағы періште күнәсіз істерін күнә қып жазады. Қиямет күні осы адамның қайтыс болғанда бүкіл екі кітабы жабылып, бүкіл өмірі қиямет күні таразға салып өлшенеді екен. Сонда Құранда келеді: "Уәмән сақулат мауазинуху фахия фи ишатир радия" дейді. Кімнің сауап кітабы, сауабы күнәсіне қарағанда көп болып, сауап кітабы ауыр басатын болса, ол адам бақытты өмір сүретін болады, жәннаттық болады дейді. "Уәмән хаффат мауазинуху фа уммуху хауия уәма адрака ма хия нарун хамия" дейді. Ал енді кімнің сауабы жеңіл тартып, күнәсі басым түсетін болса, ол жалындаған отқа, тозаққа кіреді деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисінде, бір құдси хадисте, бір әйелдің таразыға кітабы салынғанда 50-де 50 болып қалады екен, тең-бетең түседі. Сонда Аллах тағала ол әйелге айтады екен: "Бала шағаңнан бір балаларыңды тауып алып, анау жалған дүниеде бір ғана, көп емес дейді, бір ғана Субханалла деген айтқан сөздің сауабын берсе алып кел, мына сауап кітабына саламыз, басатын болса жәннаттықсың, ол болмайтын болса тозақтықсың" деп. Сөйтіп әйел шырылдап, балаларын іздеп бір қызын тауып алады екен. Қиямет күні: "Қызым, сен үшін мен анау жалған дүниеде түн ұйқымды 4 бөлдім ғой. Мен сенен көп сұрамайым. Бір ғана Субханалла деген сөзіңнің сауабын берші" дегенде қызы қашады екен анасынан. "Ана, ренжіме, өзіме керек" деп. Міне осыдан біліп қойыңыздар. Қазір тірі кезімізде Құран бағыштап отырмыз, ас беріп жатырмыз, сауабын бағыштап жатырмыз. Тірі кезімізде жіберіп бағыштап қалмасақ, қиямет күні бере алмайды екенбіз. Аллах тағала Құранда: "Ва яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи ва банихи" дейді. Қиямет күні адам баласы бауырынан да, әке шешесінен де, әйел бала шағасынан да қашатын болады деді. Неге десе, сауабын кетіп қалады. Сауап сұрағыш болып кетеді екенбіз ғой қиямет күні. "Балам, сауабыңды берші, әкетай сауабыңды берші" деп. Сонда бір-бірімізден қашады екенбіз. Сауапты міне қаншалықты керек екен, маңыздылығын қарап қойыңыздар. Және біліп қойыңыздар, бұл дүниедегі бүкіл істеген амалдарымыздың барлығы қиямет күні осы сауаппен есептеледі. Біріншіден, Аллах тағаламен ортада болған, Алланың хақысы болған амалдарды Аллах тағала қиямет күні ең бірінші парыз намаздардан сұрайды деді. "Пендем 5 уақыт намаз оқыдым екен" деп, парыз намазды. Сонда дейді, толық қаза қылмай өтеп шыққан адамның бәрібір бір кемшілігі кетеді екен өмірде. Білмей қалып, дәрет алғанын ұмытып кетіп, қателікпен сондай намаз оқып қойған болса, анау сүннет намаздары бар ма екен, нәпіл намаздар бар ма екен, соның сауабымен мына кемістігін жабыңдар дейді екен. Ал енді адам мен адамның арасындағы хақысына келетін болсақ, қиямет күні ол да сауаппен өлшенеді екен. Бұл дүниеде біз ақшамен, дүниемен өлшейтін нәрсе, қиямет күні сауаппен өлшенеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан сұрайды: "Муфлис деген кім екенін білесіңдер ме?" дейді. Банкротқа ұшыраушы. Сонда сахабалар: "Я Расулулла, саудасы тоқтап қалған, тақырға отырған адам ғой" дейді. "Жоқ" деді. "Алла бұл дүниеде өмір беретін болса, оның бәрін өтеп тастауға болады, қайтып көтерілуге болады. Нағыз банкрот қиямет күні болады. Аллах тағала отсрочка бермейді" деді. Адам намаз оқып жүріп дейді пайғамбарымыз, басқа адамды айтып отқан жоқ. Намаз оқып жүріп, құлшылық қылып жүрген адам Алла жолында, солмен қоса адамдардың хақысын жеп қойған. Қарыз қаламыз, ұмытып кетеміз, бермей қоямыз, немесе біреудің сыртынан өсек, ғайбат айтамыз, хақысына кіреміз. Ол адам білмесе де. Біреуге қолымыз тиіп кетеді, сөзіміз тиіп кетеді. Адамның ақысын қиямет күні барлығын Аллах тағала сауаппен не істейді екен? Қайтартқызады екен. Банкротқа ұшыраған адам сол деп, бұл дүниеде адамның хақыларын жеп, қиямет күні сол адамдарды кезекке тұрғызып қояды екен. Мынау кісі сіздің сыртыңыздан ғайбат сөйлеген, хақыңыз бар алатын деп кезекке тұрғызады екен. Сонда
Енді қалай береді десе, кімнен қаншалықты хақысын жеді кірді, Аллах тағала есептеуші мынаның пенденің сауабынан алып бере береді екен. Сонда сахабалар сұрайды: я Расулулла, ол адамның сауабы бітіп қалса не істейді дегенде, қалған адамдардың күнәсін арқалатқызады анаған дейді. Қаншалықты хақысына кірді, соншалықты күнәсін арқалатып, ол адам тозаққа кетеді деді. Сондықтан біліп қойыңыздар, қиямет күні сауап ол ауадан да қажет. Енді сауапты бұл дүниеде немен табамыз десек, кез келген жақсы іс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: бір қайыршы адам, мұқтаж адам сізден қайыр сұрап кеп тұрған болса, бос қол қайтармағын. Беретін еш нәрсең болмаса, жақсы сөз айтып жіберген. Бауырым, Аллах тағала саған жеңілдік берсін, байдық қойсын деген секілді. Сол жақсы сөздің өзі ештеме бере алмасан да садақа, сауап деді. Сондықтан былайша айтқанда сауапты немен табамыз десек, бұл сауап кез келген жақсы амалмен табамыз. Ал енді мынау тірі кезімізде қандай амалдар сауапты табатын? Ең көп амалдар десек, ол Аллах тағаланың парыз қылған амалдары. 5 уақыт намазы, міне қасиетті Рамазан айында ораза ұстау, жағдайы бар адамға зекет беру, қажылыққа бару. Бір адам Рамазанда ораза ұстамай, бірақ қалған 11 ай бойы ораза ұстап шықсан да, қиямет күні сол 11 айлық оразаның сауабы сіздің Рамазанның бір күнінде орнын жаппауы мүмкін. Өйткені Аллах тағала парыз қылған амалдарының сауабына ешқандай сауап жетпейді екен. Ал енді уақытқа келетін болсақ, міне қасиетті айда тұрмыз, сауап еселенетін ай. Міне пайғамбарымыз айтты: қанша адамға біреу ауызашар беретін болса, қанша адам ораза ұстап келді, қанша сауап тауып жатыр, сол сауапты Аллах тағала 2 есе көбейтіп, сол ауызашар беріп жатқан адамға жібереді деді. Міне дастархан жайып жатқан кісілер, Нүсіпжан ағамыздың атынан деп дастархан жайып жатыр ма? Нүсіпжан ағамызға сауабы барша осы жерде отырған ораза ұстаған адамдардың сауабын Аллах тағала барлығын беріп отырады екен. Құран оқылып жатыр, жақсы сөздер, уағыз айтылып жатыр, бұның барлық сауабы көкеге барып тұрады. Аллах тағала соны нәсіп етсін. Енді мынау біз тірі адам тіршілігін жасау керек. Енді жарайды, қайтыс болып кеткен адамға Құран бағыштармыз, бірақ енді тірі кезімізде ғафлетте қалып кетпей, осы сауапты өзіміз тірі кезімізде тауып қалуға тырысу керекпіз. Жақсы сауап тауып жатырған шығармыз азды көпті, бірақ енді екінші мәселе, қиямет күні бұны сақтап қалу керек екен. Аллах тағала Құранда: "Ей айюхаллазина аману ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза" дейді. Ей иман келтіргендер, садақаларының сауаптарын зиян берумен, міндет қылумен жоққа шығарып алмаңдар деді. Сахабалар сұрайды: зиян беруден де түсінеміз деді. Біреуге көмектесіп атып, ой қайыршы жетпей керек, мә ал, көрмейтін болайыншы сен деген сияқты көңіліне тиіп садақа берсен, ол садақаның сауабы жоқтығын айтады. Зиян беру арқылы. Құлшылық жасап жүріп, біреуге зиян беріп жүріп жасаған болса, оның сауабы жоқтығын айтады. Ал енді міндет қылу қалай десе, басында сіз Аллах үшін ешқандай зиян бермей жасаған шығарсыз, бірақ уақыт өте келе пендешілік қылып айтып қояды екенбіз ғой. Біреуге жақсылық жасап жүріп, ол адамнан бір қайырым көрмей қалсақ, о субханалла, кезінде мен едім көмектескен, мен едім бұны оқытқан, мен едім аяғына тұрғызған деп айтатын болсақ, сол өмір бойы жасаған сауаптан айырылады екенбіз бір-ақ ауыз сөзбен. Сондықтан Аллах тағала дейді, ғалымдар айтады, адамның өмір бойы қылған құлшылығының бүкіл тапқан сауабын муаллақатун байна самаи уал ард дейді. Аспан мен жердің ортасында байланып тұрады, әлі оның печаты қойылмайды дейді. Аллаға жетпей тұрады әлі дейді. Өлгенше, жаны шыққанша міндет қылам екен, міндет қылмай екен деп Алла күттіртеді екен. Мысалы, бір адам өмір бойы құлшылық жасап, өлер алдында 4-5 жыл төсек тартып жатып қалса, айтып қалуы мүмкін ғой қиналғаннан. Алла, өмір бойы оқы деген намазыңды оқыдым, тұт деген оразыңды тұттым, не мынау халім деп. Осы бір ауыз сөзбен өмір бойы қылған құлшылығын сауабынан айырылады екен, міндет қылған үшін. Сондықтан құрметті ағайын бауырлар, Аллах тағала тірі кезімізде сауапты тауып қалуымызды, жинап қалуымызды Алла нәсіп етсін. Бұл дүниеде бір миллионер, миллиардерлерді қарап қызығатын болсақ, қиямет күні кімнің сауабы көп, соған қарап қызығып тұратын күн екен. Аллах тағала сол миллионер, миллиардерлерден болуды нәсіп етсін. Мынау оқылып жатқан Құран, дұғалар барлығы Нүсіпжан аға жетіп, Алла нәсіп етіп жеткізсін. Алла қабыл етсін.
Аллах тағала иншалла мынау дастарханды енді отбасын тек қана қуанышқа, тойға, жақсылыққа жайлы нәсіп етсін. Негізі жарты сағатта айтатын уағыз еді, шамалы 10 минутте келсін қысқартып жібердік. Ұстаз, рахмет, Алла разы болсын. 4 секунд артық айтып қойдың, ұстаз. Қазақтың керемет сөзі бар, ұстаз айтады бағана. 10 минут аз емес па деп, сосын мен айттым, ұстаз, тағы да ұстаздар бар, уақыт тығыздау болып тұр. Бірақ қазақтың бір керемет сөзі бар. Мен бір жерде естіп едім, әлі есімде қалды. Теңіздің дәмі тамшысынан белгілі дейді. Сондықтан кей кезде ұзақ болмаса да, қысқа болса да, нақты нұсқа айтса да, соның өзі адамның көкейінен орын тауып жатса, шіркін, оның өзі де үлкен жақсылық. Сондықтан ұстаз, Алла разы болсын, 30 минуттық уағызыңызды қысқартып барып, 11 минутқа сыйдырған мың алғыс сізге, рахмет. Қазір бәр нәрсе қысқарып баратыр өзі, айлықта қысқарып батыр, бәрі қысқарып батыр. Енді құрметті жақсылар, осы жерде ұстазымыз өте Алла разы болсын, керемет сауаптың артықшылығы адамға ауа қалай қажет болса, ақыретте сауап одан артық қажет болатындығына мысалға келтіріп өтті. Мынандай бір керемет шумақ бар. Сауап істі білсеңіз, азы көбі болмайды. Өр көкірек болсаңыз, бұл өмірде солғайғы дейді. Сондықтан кей кезде жасалатын сауапта асынбайық. Себебі пайғамбар хадисінде айтады, құрманың жартысымен болса да, тозақ отынан өзіңді құтқарып қал деген екен. Кімнің неге шамасы келеді, соның шеңберінде, соның айналасында жасалатын жақсылықты асынбай жасаңыздар. Себебі Құранда Алла тағала айтады, шаңның тозаңындай жақсылықтың сыйын беремін, шаңның тозаңындай күнә қателіктің жазасын беремін деген екен. Міне сол айтқандай сауапты амалдарымыз көп болсын, сауаптың еселенетін, өзге айда берілмейтін, дәл осы айда ерекшеленіп, есебі жоқ. Пайғамбар хадисінде айтады, сауапты есептейтін періштелер жаңылсып жатады дейді. Сонда пайғамбардың келесі хадисінде айтады, Рамазан айында ораза ұстаған пенденің сауабын тек қана өзім беремін деп, есепсіз сауабы сыйға беретін қасиетті айдың тұсында тұрмыз. Сондықтан жасайтын жақсылығымыз көп болсын. Енді осы жерде тағы да келесі бір сауапты кезекке берсек деп, ортамызға елдің аузында жүріп уағыз айтып жүрген Мұхтар ұстаз, құрметпен ортаға келсеңіз. Енді қазір ұстаздың қолынан тағы бір кісіге, Құдай қаласа, бір тосын сыйымыз бар. Не сый екен деп қарап отыр жұрттың бәрі. Ал, умраны беріңізші сертификатты. Мен қазір осы жерде бір кісіге беретін боламыз. Ал, сіздерге сұрақ. Умраны кімге береміз? А әріпінен басталып, Т әріпінен бітетін адам. Беріңіз, бұл кісіге беріңіз. Ұстаз өзі береді. А әріпінен басталып, Т әріпінен бітетін адам екен. Осы әулеттің туысы. Сөйтсе іздеп атыр дейді ғой. Нүсіпжан ағамыздың қарындасы Гүлнар әпкемізге береді екенбіз ғой. Ал, Гүлнар әпке. Рамадан, я хабиб, Рамадан, Гүлнар әпке, асықпаңыз, бірден умраға кетіп қалдыңыз ба? Келіңіз әпке, көзіңіздің жасыңыз, Алла разы болсын. Мұхтар ұстаздың қолынан беріп жатырмыз. Енді құрметті ағайын, мен шамалы әзіл қосып жатқан А мен Р-ның арасын іздеп жатсыздар ма? Гүлнар әпкемізге Шыңғысқа рахмет, бауырларына рахмет. Осылай әке-шешесінің ағайын туыстарына, қарындасына, ағасына, інісіне осылай сыйлық жасап жатыр. Бұрын барып едіңіз? Жоқ. Бірінші рет па? Иә. Алла разы болсын. Бір ауыз сөз айтасыз ба? Бір ауыз айтыңыз, иә. Ал құрметті ағайын, туған туыстар, бүгінгі біздің бауырымыздың астына келіп атқандарыңызға сіздерге көп-көп рахмет. Нүсіпжанның жатқан жері жайлы, топыраға торқа болсын. Арттағы қалған бала-шағалар аман болсын. Сіздерге рахмет көп-көп. Алла разы болсын. Амин, рахмет. Әрқайсымыздың ұрпағымыз осындай болсын, шіркін. Әке-шеше өмірден өтсе де, соның артынан жасалатын жақсылықты соның бауырларынан бастап осылай жасап жатқан. Алла разы болсын, айналайын Шыңғыс бауырым, өзіңе осын қолдау көрсетіп, демеп жаныңнан табылған. Қажылық пен умра деген оңай емес ағайын. Қажылықтың өзі қазір тілмен айтайын 4 миллион, умраның өзі 1 миллион, 5 миллион теңгені қазір
біреуге бөліп беру оңай емес ағайын. Ол да болса қазақ айтады, иманды баға жетпес нұрға бала, ақылды адам одан құр қалама. Дүниені әркімдерге ақ берген Құдай иманды береді сүйген құлға ғана дейді. Алланың нәсіп еткен иманымен осылай жиғанын айналасына бөліп шашып беріп отқан, осындай тосын сый жасап жатқан Шыңғыс бауырым өзіңе, жаныңдағы қолдаушы демеулеріңе, бауырларыңа, баршасына Алла разы болсын. Ал Мұхтар ұстаз, сізге 12 минут. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Құрметті ағалар, құрметті аталар, апалар, аналар, баршаларыңызға Алланың нұр жаусын. Мынандай кереметтей отырыста отырғаныма мен өзімде қатты қуанып тұрмын, шынымды айтсам. Жаңағы жерде Шыңғыс бауырымыздың көптеген жақсылықтары айтылып жатыр. Бабаларымыз айтады, арыстаннан алтау тумай ма? Арыстаннан туған алтаудың біреуі абадан болмай ма? Азаматтан алтау тумай ма? Азаматтан туған алтаудың біреуінде арман болмай ма? Арманы бар сол біреуі әке жолын қумай ма? Еліне қорған болмай ма дейді. Міне әкесінің жолын қуып, Нүсіпжан деп жатыр. Несіпжан негізі. Несібесі бар деген сөз. Міне несібесін мынандай жүздеген адамның басын қосып ақ дастарханға қасиетті ауыз ашарда осындай әулеттің ұйытқысын жасап отырған бабалары Шыңғысхандай Шыңғыс шың сол төбеде биікте жүретін бауырымыздың жасап отырған мәрттігі бәрімізге жүрегімізге бір жылулық сыйлап жатыр. Алла разы болсын. Енді біз Шыңғыс бауырымызбен көп сапарлас болғанбыз. Аузынан әкесін тастамайды. Әкесіне деген махаббаты ерекше екенін мен әу баста біліп қойғам. Қазір мен Семей қаласынан келіп отырмын, осы асқа болағана түстім жаңа. Қазір таңертең қайтадан елге оралып кетем. Сондағысы осы Шыңғыс мырзаның абыройы бір ауыз сөзі. Алла разы болсын. Уаладун солихун ядулаху деген хадис бар, көптеріңіз білесіздер. Адам баласы дүниеден өтіп қабірге түскен кезде амалдары тоқтайды, іше алмайды, жей алмайды, қонақтап қонаққа бара алмайды. Бірақ үш амал тоқтамай тұрады дейді. Соның біріншісін ғалымдар пайғамбар алейхиссалату вассалам уаладун солих, салихалы перзент деп айтып кетті дейді. Салихалы перзентті біз осы балалардың іс-әрекетінен көріп тұрғандаймыз. Мен ойлаймын, осы жерде үлкен кісілер отырсыздар ғой. Осындай балаларыңыз болса, сіздерде де арман жоқ шығар. Осындай балаңыз болса, кәнекей дейтіндей болып отырған шығарсыздар. Алла разы болсын. Рамазан айында отырмыз, құрметті ағайындар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Алла сауаптан жазсын. Сондай тоқшылық заманда өмір сүріп жатып ораза ұстап жүрміз. Бір кітап парақшаларынан қарап отырсам, 32-33 жылдардағы қазақтың басына келген үлкен нәубет ашаршылық жылдарында ауылдың ақсақалдары таңертеңнен кешке дейін ораза болып жүріп, кешке жақын талқанды суға араластырып, 7-8 үйді бір үйге жинап, азансыз ауыз ашып, тыныш қана тығылып, ауыз бекітіп жүрген замандар болған екен. Сол замандарда, аштық заманда да біздің бабаларымыз оразаны тастамаған, ал енді мынандай тоқшылық заманда ораза ұстамауымыз енді біздер үшін үлкен айып болар Алланың алдында. Алла бәрін көріп тұр ғой, енді есебі бар Алланың да. Бір күні ол есеп, амалдан кейінгі есептің күні бәрімізге келері анық, бәріңіз біліп отырсыздар. Енді бұл жерде Мөңке би атамыздың сөзі еске келеді. Мөңке би атамыз айтады, ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ақыр заман адамы келеді екен, сондай адамдар келеді екен. Сағынып тамақ жемейді, ашыны ашы демейді. Тапқан мына дүниеде олжа дейді, прибыль дейді. Ананың үстінен тауып кеттім, мынаның үстінен тауып кеттім, движение жасап кеттім дейді екен. Ақыр заман адамы
тапқан олжа дейді екен. Альхамды білгеннің бәрін молда дейді. Қазірде заман сондай, міне намазхандар отырсыздар ғой. Қазір кішігірім әйтеуір бір Фатиха сүресін 1-2 жыл намаз оқып кетсе болды, соның барлығы не болып кетеді? Әр әулеттің өзінің молдасы болып кетеді. Негізі ондай емес. Бұл енді ақыр заманның бір белгісі шығар. Қазір құрметті ағайын, ауызашарда отырмыз. Таңертеңнен кешке дейін бүгін сабыр еттіңіздер. Жаңағы жерде айтып жатқанымыздай, бабаларымыз кезінде ауызашарларын талқанды суға араластырып, 7-8 әулет болып ауыз ашқан кезде аталар бата жасайды екен. Бүгінгі күннің сабыры ертеңгі күннің құты болсын деп дұға қылады екен. Енді бүгін сабыр етті ғой. Аштықтың кезінде оразаға сабыр ету деген бұл бүгінгі тоқтық замандағы оразаға сабыр етумен бірдей бола алмайды. Оны сіздер де түсініп тұрсыздар ғой. Сол заманда сабыр етіп берген бабаларымыздың оразасы қандай ғанимет. Бірақ біз де қазір таңертеңнен кешке дейін ішуден, жеуден әртүрлі қиындықтарға сабыр етіп оразамызды соңына дейін ұстап беріп жатырмыз. Ал енді сабыр етуші адамдарға қандай сауап бар? Енді осы оразаларымызға бізді ертең Алланың алдында қандай сауап күтіп тұр десеңіздер, есебі жоқ. Бұл сауаптың есебін айта алмайды. Пайғамбар Мұхаммедтің өзі айта алмаған. 100 сауап, миллион сауап деп айта алмаған. Иннама юаффа сабируна ажрахум биғайри хисаб дейді. Сабыр еткендерге ертең қияметте біз есепсіз сауап береміз дейді. Фаиннаху ли ва ана аджзи бих дегені, ол мен үшін ашықты, мен үшін шөлдеді, мен үшін әйелінен, күйеуінен тоқтады. Мен оған ертең сауабын өзім берем деген сөздің ар жағында ол сабыр етті. Сол сабыры үшін мен ертең есепсіз сауап берем дегенді меңзегісі кеп тұр дейді. 10 емес, 100 емес, миллион емес. Жаңа Жасұлан ұстаз сіздерге бір банкрот болатын адамдар туралы айтты. Қияметте банкрот, 0 дейді ғой. Бизнес жасадыңыз, бір күні не істедіңіз? Банкротқа ұшырадыңыз да түксіз қалып қалдыңыз. Ондай болады ғой. Өмір болғаннан болады. Бірақ мына дүниедегі банкрот осылай. Ана дүниедегі банкротты жаңа ұстаз айтып кетті. Сауаптармен келеді екен, намаздармен келеді, зекеттермен келеді, қажылықтармен келеді. Бірақ ана жаққа барған кезде шатама хаза, дараба хаза, акаламала хаза деп айтады хадисте. Ананың малын жек қойған, ананы бір шапалақпен ұрып жіберген, жұлқып жіберген, ғайбаттап жіберген, сыртынан өсектеп, тоңпышып жіберген, солардың барлығы қаз-қатар болып кеп тұр дейді ғой. Мынаның үстінде менің ақым бар, бұл мен өсек деген, беріңіз дейді. Сол кезде Алла тағала бұның намаздарынан алып береді екен, жаңағы қажылықтарынан, зекеттерінен, сауап амалдарынан алып бере береді екен. Бір уақытта адамдар бітпеген, бірақ сауап бітіп қалған анада. Енді не істейміз дегенде, аналардың күнәларына кеп қойыңдар дейді екен мынаған енді. Күнәсінің үстіне және күнә жүктеу басында, содан кейін не болсын бұл? Банкрот болсын. Бітті, банкрот болды. Енді мұнан қараңыздар, осы жерде мен есіме түсіп кетті да жаңа ұстаздың айтқаннан кейін. Айта салайыншы, бөлісе салайын. Мына хадистегі фаиннаху ли, мен үшін деген сөздің бір балама мағынасын ғалымдар айтады. Өйткені Алла тағала оразаны сақтайды дейді. Мынау иқтисас дейді, қарымтасын бермейді екен ешкімге. Намаздардан алып бере береді екен, зекеттерден алып бере береді екен, бірақ оразадан сенің сауабыңды, сен ғайбат айтқан болсаң да, оның ақысына кірген болсаң да, сенен олар оразаңның сауабын ести алмайды дейді. Ала алмайды. Мен үшін ұстады ғой, мен оның оразасының сауабын сақтап тұрам. Мен ешкімге тискізбеймін. 30 күн ба, 30 күн расчетін алады Құдай қаласа. Ажрохум биғайри хисаб, еще есепсіз алады дейді. Бір күндік ораза, 70 жылдық тозақтың отынан құтқарып қояды екен адамды. Осы оразада қандай ораза туралы айтып жатыр десе, ғалымдар айтады, нәпіл оразанды айтып жатыр дейді. Парыз оразанды айтып жатыр дейді. Нәрсе жігіттер дүйсенбі көп ұстайды.
сол дүйсенбі бейсенбі оразаның да сауабын алла тағала не істеп қояды екен, сақтап қояды екен, бермейді екен иншалла. Сіздер қараңыздаршы, құрметті ағайындар, мына Рамазан айы қандай мектеп мынау. Бізді тәрбиелеп жатыр мынау Алла, бізді 30 күн бойы. Мынау оразаның негізгі мақсаты адамдардың жанын тәрбиелеу үшін берген. 30 күн бойы адал болған судан тоқтадық. Адал болған тамақтан тоқтадық. Адал болған жардан тоқтадық. Бұны Мухаррам аслы дейді. Мухаррам арид дейді бұларда. Бұлар қосалқы бір жағдайларға байланысты арам болып кетті бізге. Әйтпесе су адал, тамақ адал, әйел адал, бірақ ораза болғаннан кейін біз арам болып қалды бізге. Шалмай қалдық, жей алмай қалдық, қосыла алмай қалдық күндіз күні бойы. Бірақ бұда да тәрбиелік мән бар дейді. Осы оразада адал болған нәрселерден тыйылып жүрген адам ертең ораза біткеннен кейін анау сары су пива, арақ, жынның суы, одан кейін анау бөтен әйелдерге барып зина жасап қоятын жігіттер бар. Біреулерді ғайбаттап өсектеп қоятындар бар. Солардың барлығы анау харам нәрселерден Рамазан айында негізі адал болған нәрседен тыйылып жүрген адам Рамазан біткен кезде шынайы арам болған нәрселерді тәрк етуді үйреніп алады екен да. Суды ішпедің ғой кеше. Енді сен Рамазан біткеннен қалай арақ ішейін деп тұрсың? Ұят болады да. Алланың алдында ұят болады. Негізі адамнан ұялудан қарағанда Алладан ұялу маңызды. Құрметті ағайындар, Рамазан айында бір ерекше сауап бар. Соны айтайыншы сіздерге. Пайғамбар айтады: «Салаsun la turaddu da'watahum». 3 адам бар, олардың дұғасын біз ешқашан қайтармаймыз, бірден береміз дейді. Дұға жасайсың, Алла жауап береді екен. Қандай деген кезде «Саимун хатта юфтир». Ораза ұстаған ауыз ашқанға дейін дұғасы тоқтамай қабыл болып тұрады дейді. Мысалға сәресі уақыты қазір 4:30-5-терде ғой. Аузыңызды бекіттіңіз. Сосын кешкі сағат 5-ке дейін ауыз берік болып жүрді. Мынау ауыз ашар уақыты 5-те жаңа ашылды, дұрыс па? Енді осы аралықтағы дұғалар қабыл болады деп тұр мынау хадистің сыртқы түсінігінде. Бірақ ғалымдар бұны анықтап, нақтылап айтады бізге. Нақты бір жері бар ма соның? Қабыл болатын нақты бір жер керек бізге. Бір минут бекен, 2 минуттың ішінде мекен, басында ма, ортасында ма, соңында ма деген кезде ғалымдар айтады. Ауыз ашайын деп жатқанға 1-2 минут қалады ғой, 1-2 минут. Тура мынау ауыз ашардың алды. Сол кезде қол жайып жасаған дұға қайтарылмайды екен. Енді ол жерде не деген дұға жасауға болады? Дұға жасай алмайтын болып қапты қазір біздің ағайындар. Апа дұға қылыңыз десем, бала шағаңызға дұға қылыңыз десем бүйтеді. Баламның амандығы, дені саулығын тілеймін дейді. Дұрыс, дені сау болсын, аман болсын, бірақ балаға жәннат сұрамайсыз ба? Балаға Алланың ақ жолын сұрамайсыз ба? Тура жолыңнан тайдырма. Маған қол көтермейтін, маған сес бермейтін, сыйлап құрметтейтін бала болсын. Мына балалардай біздің жағдайымызды ойлайтын адам болсын деп дұға қылмайсыздар ма деп мен сіздерге айтар едім. Құрметті ағайындар, негізі біз анау уағыз айтсақ, негізі ұзағынан айтатын адамдарымыз ғой. Мына жерде уақыттың ыңғайы осылай болып тұр екен. Сөзімнің соңында Абай атамыздың сөзімен аяқтайын. Өйткені бұндай отырыста хакім Абайды бір еске алып кетпесек, ол да ұят болар, айып болар. Абай атамыз айтады: руза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаңдар, жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Шаман келеме қажыға бар, шаман келеме намаз оқы, шаман келеме зекет бер, шаман келеме ораза ұста. Құрметті ағайындар, мен ойлаймын, өз жерде отырған ағайындар бүгін ораза ұстамай, бүгін 9-шы ма, 10-шы күн ба бүгін? 10-шы күнге дейін ораза ұстамаған ағайындар бар шығар. Соларға менен бір сүйінші, бір жақсы жаңалық айтып кетейінші соңында. Ақыр кеп тұрмыз ғой, анау жақтан. Бір анамның ауыз ашарында құрбыларына қызмет жасадым.
Сол жерде осылай бір уағыз айттым. Сол кезде айттым, егер бір адам 29 күн бойы ауыз бекітпей, 30-шы күні Алланың бір қалауымен ауыз бекітіп жіберсе, кейінгі 29 күнін келесі Рамазанға дейін ұстап берсе болады. Немесе егерде келесі Рамазанға дейін қандай да бір себептермен ұстай алмай қалса, өлгенше ұстап берсе болады дедім да. Сол кезде ана бір Гуля деген бір апайымыз, мамамыздың құрбысы, ханама хабарласты ғой түнде. Ана балаң бағана сөйтіп айтты ғой, дұрыстап түсіндіріп жіберсінші деп. Дұрыстап түсіндіріп жіберіп едік, сол күні 30-шы күні ауыз бекітті де, айт күні білесіздер, ораза ұстауға болмайды. Келесі күннен бастап ұстай берсе болады. Сол күннен бастап тоқтаусыз 29 күннің қазасын өтеп тастапты ғой ана кісі. Содан бері міне 7 жыл өтті, апайымыз әлі күнге дейін ораза ұстайды. Жүзі жарқырап, көңілі шат болып алған. Оразаны бүгін 10-шы күн ұстамадыңыз ба? Міне 11-ші күні бекіте беріңіз. Мына 10 күнді өлгенше Құдай қаласа Алланың алдында өтеп беруге шариғат сіздерге рұқсат береді. Мынау бір сіздерге өте үлкен мотивация. Енді бұл мотивациядан қолдансаңыздар, қолдандыңыздар, қолданбасаңыздар өз сөзіміз өзіме қалады иншалла. Алла разы болсын, өмірлеріңіз ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Шыңғыс мырза, жасап жатқан астарыңыз қабылдыққа жазылсын. Нүсіпжан ағамыздың алды пейіш, арты ырыс, ертең пайғамбар Мұхаммед алейхи салату вассаламның қасында ла илаха иллаллах Мұхаммадар Расулулла деп жәннатқа есеп қисапсыз кіретін мұсылман ағаларымыздың қатарынан болуды өзі нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Рахмет тыңдағандарыңызға. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Ал құрметті ағайын, айып етпейсіздер, мына үнтаяқ менікі болғанмен, мен де бір протоколмен жүріп жатырмын. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Мына жерде қаншама кісілер тарауихтың уақытын қарап отыр. Уағызда Құдай қаласа ұстаздардың толыққанды уағызын тыңдағыларыңыз келсе, подробно батырмасын басып тіркеліп кетіп, Инстаграмнан ары қарай жалғастырып тыңдай берерсіздер. Енді құрметті ағайын, қазір керемет уағыздар айтылды. Алла разы болсын. Уақыт тығыз болып тұр. Әйтпесе қаншама уағыз айтатын ұстаздарымыз тағы да келіп отыр. Енді ол кісілерге де Алла разы болсын, сөз бермеді деп ренжімесін. Енді осы жерде келіп отқан ағайын, қажылықты айттық, умраны айттық, оразаны айттық. Ұмытпаңыздар, исламның 5-ақ парызы бар. 75, 40, 50 емес, 5-ақ. Бірінші кәлима, Алланы ұлықтап жалғыз екенін мойындау. Пайғамбар оның елші екенін мойындау. Екінші 5 уақыт намаз, үшінші ораза, төртінші зекет, бесінші қажылық мінекей. Кәлиманы мойындағаннан кейін 5 уақыт намаз күніне оқылады. Ораза жылына 1 рет, зекет бай болсаң бересің, қажылық бай болсаң барасың. Міне осы санаулы ғана парыздарымызды өтеу үшін Алла тағала сізбен бізді жер бетіне жоқтан бар қып жаратты. Сондықтан өлшеп берген санаулы ғұмырда Құдай разы болатын тіршілікте құлшылық барын ұмытпаңыздар. Әрине біздердің айтарымыз көп. Мына қазақтың керемет сөзі бар. Өмірдің құны жоқ, тіршіліксіз, тіршіліктің құны жоқ, құлшылықсыз деген екен. Шәкәрім атамыз айтады, иманым ол менің жиғаным дейді. Ораза ұстасаңыз да, намаз оқысаңыз да, садақа берсеңіз де, кез келген ізгі сауапты істесеңіз де, біреу үшін емес, айналып келгенде сауап өзіңіз үшін. Сөйттіз ба не? Ой, әркім өз молдасын қолдағандай қылды ғой. Ақан кеш, саған уағыз берсін дейді ғой. Кел, Ақан. Мен уақыт қысқартам ба десем? Ақан бір ауыз сөз айтшы. Ақан деген имам ғой, әріптесім. Амангелді ағам мешіттің имамы ғой. Ақанға бермесең бітірме деп жатыр. Ал. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті ағайын туыс, Алла тағала қасиетті Рамазан айында бір Алланың разылығы деп саған оразаларыңызды Алла қабыл етсін, Алла сауаптан жассын. Мынау Шыңғыс бауырымыздың ағайын туысты басын қосып, ниет етіп, қасиетті Рамазан айында сауаптар еселеніп берілетін айда ауызашар дастархан жайып, Құран оқып жатқан ниеттерін Алла қабыл етсін, құрметті ағайын. Енді қазақ айтады, кімнің артынан бір қызы қалса, онда ол кісінің ізі қалды дейді. Кімнің артынан бір ұл қалса, уайымдамаңдар, ол кісінің өзі қалды дейді. Міне артынан қалған іздері бар, өздері бар. Ниет етіп осындай дастархан жайып, Құран оқытып жатқан ниеттерін Алла қабыл етсін. Енді мынау Рамазан айы ол тақуалық айы, құрметті ағайын. Ұстаздарымыз жақсы
Құран, аят, хадис, ізгі тілектерін, уағыздарын айтып жатыр. Алла тағала сол уағыздарға амал етуді Алла тағала нәсіп етсін. Енді Рамазан оразасының негізгі мақсаты ол тақуалық деп жатырмыз ғой. Тақуалық дегеніміз не деген кезде қарапайым сөзбен түсіндіретін болсақ, Алла тағаланың бұйырған әмірлерін орындау, Алла тағала тыйған тыйымдардан тыйылу екен, құрметті ағайын. Сол секілді Али Имран сүресінің 130 аятында Алла тағала айтады: «Уасариу илал мағфирати мир роббикум». Иман келтіргендер, Алланың мейіріміне, кешіріміне асығыңдар, жарысыңдар дейді. Уаджанна, және оның жәннатына дейді. Жәннаты ол аспаннан, жерден де үлкендігі дейді. Уиддат лил муттақин, бұл жәннат тек тақуа құлдар үшін ғана әзірленген дейді. Ал енді Алла тағала осы тақуа құлдардың 3 сипатын айтып кетеді. Оның біріншісі, құрметті ағайын, шынайы мұсылман адам барында да, жоғында да Алла жолында дүние мүлкін жұмсай білетін адам дейді. Жоғарда айтып өткендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: өздеріңді жарты құрманы садақа беріп, өздеріңді тозақ отынан құтқарып алып қалыңдар деген екен. Біріншісі, ол барында да, жоғында да Алла жолында дүниесін жұмсай білетін адам. Екіншісі, құрметті ағайын, ол ашуларын жұта білетін адам. Үшіншісі, құрметті ағайын, ол адамдарға кешіріммен қарайды білетін адам деген екен. Сондықтан осындай Алла тағала өзі Құранды бізге сипаттарын айтып кеткен, осы сипаттарға бойымызды сіңдіре білейік, амал ете білейік. Алла тағала ниеттерімізді қабыл, мұраттарымызды асыл етсін. Алла разы болсын. Рахмет, ақан ұстаз, Алла разы болсын. Құрметті ағайын, Алла жалғыз пайғамбарға Құраншын ақиқатты таныған жан қуансын. Қайдан келдім, қайда барам, мен кіммін деген жүрек жауап тауып жұбансын дейді. Азды көпті осы ауызашар дастарханда сіздерге шын ықылас ниетімен Құдай тіліне салған насихатты айтқан ұстаздарымыздың уағыздарын Алла тағала риясыз баршамыздан қабыл етсін. Жүректерімізге дарытып, имандарымызды арттырып, Алла өзі разы болатындай санаулы ғұмырымызды тіршілікпен қоса құлшылықпен өткізуді баршамызға нәсіп етсін. Алла баршаңызға разы болсын. Енді Амангелді өзіңіз Бісміллә. Ал енді құрметті ағайын, туыс, бауырлар, құда жекжат, алыстан жақыннан мына біздің қайғымызға ортақтасып, мына Нүсіпжанның соңғы шайына келіп, тілектес болып отырған, ниеттес болып отырған барлықтарыңызға мыңда бір алғыс. Енді өмір бар жерде өлім бар. Тек қана айырмашылығы біреуге ерте, біреуге кеш. Енді 60-қа жетпей, 59 жасында Нүсіпжан кетті. Бұйырған жасы сол, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын деп артынан Құран түсіргеннен басқа ештеңе қолымыздан келмейді. Бәрі Алланың қолында. Енді Алла тағала жаңа ұстаздар айтып кетті ғой, артында ұлың қалса, оның өзі қалғаны деп. Ұрпағының арқарай жалғасады деген ниеті. Сондықтан арттарыңызда барлығымыздың өсіріп отқан ұл-қыздарымыз бар. Барлықтарымыз аман болайық. Осы енді Нүсіпжанның жатқан жері топырағы торқа болып, артына майыншасы мына өсіп отқан ұрпағы үлкен ауыл болып өссін. Барлықтарыңызға осындай иман жүзді ұрпақтар берсін. Алла тағала енді осы дастарханға, біздің әулетке, Нүсіпжанның дастарханына тек қана тойға келуге нәсіп етсін. Барлықтарыңызға аман болыңыздар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ел аман, жұрт тыныш, жақсылығымыз көп болсын. Рахмет. Ай, музыка өшіре сал. Қажылығыңыз құтты болсын көке. Амин. Ассаламу алейкум. Барша осы біздің ауызашарымызға жиналып отырған барша бауырларға, туысқандарға, ағайын туыс бауырларға, баршаларыңыз Алла разы болсын. Ұстаздарға алыс жолдан, жақын жолдан келіп жатқан Алла разы болсын. Баршаларыңызға. Не дейміз? Енді мына жерде бәріңіз әкемнің көзін көрдіңіздер, енді анамыздың көзін көрдіңіздер. Баршаларыңыз білесіздер ғой, әкем
Адам қалай көп жиналып отыр, солай өзі көпшіл адам болған, бәрі күн түн демейді. Әрқайсыларыңыз үйлеріңізге кіріп баратын болған туысқандарында. Әкем жатқан жері жайлы болсын. Иншалла ақыретте жәннаттың қалған қақпасынан кіретін Аллахтың дәреже көтеруін нәсіп етсін. Сонда бауырларым, достарым жиналып отырған біраз кісілер бар ғой. Андай әке шешелеріңіз, әкесі кеткен адам, әке шешесіне кеткен адам басқа адамның әке шешесі, басында әке шешесі бар кезде тәжі бар дейді ғой. Сон басқа адам көреді дейді да. Қолда әке шешелеріңіз бар кезде қадірін біліп қаңыздар. Қолда бар кезде көңіл бөліңіздер, уақыт бөліңіздер әке шешелеріңізге. Бұл бір андай достарыма бір ауыз айтарым ғой. Кейбірде бір достарыммен бірге келатқан кезде машинада папа, мама, анашым, әкешім деген звоноктар болса, тиханы басып отыра береді екен да. Ондайды да көзбен көресің, бірақ көрген кезде жылажы береді екенсің да. Мен ол звонок үшін мен қолымдағы барым беретін едім, жаным беретін едім, былай айтқан кезде. Шыны керек сол. Бір адамдардың тиха басып, кетіп баратқан әңгімесін жалғастырған әңгіме үшін мен өмірімді беретін едім. Расы керек та. Ертең ол звонок кемей қалады екен. Соңғы звонокта пропущен болып қалып қалады екен ол. Соңғы звонокта бүйтіп сөйлескенің болады екен, шыны керек та. Бауырларға, достарға, әке шешелеріңіз бар кезде қадірін біліңіздерші. Әке шеше разы болмай, Алла разы болмайды дейді. Қолдарыңыздан келгенше әке шешелеріңізге сыйлық жасаңыздар, көңіл бөліңіздер. Енді қазір әкем Алла разы болсын, анам бар. Міне, әкем анамды қалдырып кеткен ортамызға. Алла разы болсын. Жалғыз қылмай, екіншімде қазір анам Алла разы болсын. Әнем қарындасым бар. Әпкем бар, Алла разы болсын баршаларыңызға. Біздің әулетіміз енді әкем андай кейбір кісілер ойлайды ғой, мен әкем үйленіп жатыр, екінші отбасын құрып жатыр, оған ренжеймін деп. Оған ренжімеңіздер, осындай жағдай болған кезде рахметін айтасыздар. Алла разы болсын андай. Туған анама, баққан анама дейді ғой. Мен баққан аналарым Алла разы болсын. Сол әпкеме разы болсын. Жолда жүрген кезде әкем білетін, жеттің ба, кірдің ба, тамағың іштің ба, жаттың ба деп. Бірақ андай, енді әке кеткеннен кейін, қазінде ортамызда әпкем, туған әпкем, Данияр туған інім, қарындасым, енді артынан ерген. Алла мені қабайдат, осынша байлық бер, отбасымен әкем екі отбасы болса да өстіп жанымызға, қасымызға қосқан Алла разы болсын. Егер әке шешелеріңіз екінші отбасы құрып, ондай жағдай болатын болса, оған да ренжімеңіздер. Уақытысы келе Алла рахмет айтасыздар былай келген кезде де. Расы керек та, өткеніне Аллаға шүкір бір отбасы болып, бір жерде бәріміз альхамдулилля ғой, былай айтқан кезде. Сол, не деймін ұстаз, анама бір ауыз берейін. Сол, әке шешелеріңіз бар кезде қадірін біліңіздер. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға келгендеріңізге рахмет, уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге рахмет. Баршаларыңызға рахметімізді айтамын. Қате кемшіліктеріміз болып жатса, қандай да бір орын жетпей жатқан жаңағы не болатын болса, сынға емес, сабырға алып бір түсіністікпен қарайсыздар енді. Шыны керек, бұрын бұндай жиынды әкеміз жүргізіп, әкеміз басқаратын, әкеміз жоқ кезде жоғы орны орта болып білініп, әулетімізде кім не істейтінін, кім не қоятынын білмей жатымыз былай қараған кезде де. Расы керек андай сасқақтауымыз. Амангүл көкем Алла разы болсын. Амангүл көкем мешітке барсам екен, бір жамағатпыз ғой, таң намазда алдын қатарда өз орнынан бейт бір қараймын да көрем де қуанады екенсің. Бір мешітке әкемен бала барса ол бәшандай болады екен ғой, мен көкем ғой, күш әкем ғой. Күш әкемізден мысалы Алла разы болсын көке. Алла бұйыртса қажылығыңыз қабыл болсын, иншалла баратын. Алла нәсіп етсін. Алла разы болсын. Рахмет, Шыңғыс толқып тұрсың. Сенің ішінде айтарың көп, түсінеміз. Расында қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Осында қаншама кісілер бар шығар, әке шешесі бар, қаншама кісілер бар, әке шешесі жоқ. Кімге болса да өнегелі өсиетімен бөлісті деп ойлаймын. Енді құрметті ағайын, сіздерден бір өтініш, біздер имамдар асықты демеңіздер. Біздердің асығатында жөніміз бар. Мына жерде санаулы кісілер ғана деп ойлаймын. Тарауихқа баратын әйел кісілер түгел қалып көк шай ішсеңіздер болады. Қазір Шыңғыс арнайы анасына, әкесіне жалпы бір 10 минуттық видео жасаған екен. Қазір төрде аталарымыздан бата сұраймыз. Ақан ұстаздан Құран оқиды, Жасылан ұстаз батасын береді. Одан кейін тарауихқа баратын жігіттер көзге көрінесіңдер, бірақ дауыстарын шығармай жай шығып кетсеңіздер, қалған кісілер отырып өтініш сіздерге.
осы шаңырақтың иесінің өтініші ретінде сіздер 10 минуттық видеоны көрулеріңіз тиіс. Өйткені сіздерге арналып жасалып отыр. Шамал бізге кеш келді, интернет ұстамай. Сондықтан Шыңғыс солай қоя, өтініш. Бізге рұқсат қоя, имамдар мына жерде бірнеше жамағат бар. Тарауихты сылтаулатып, темекі шегуге асығып шықпаңыздар, өтініш. 10 минуттық видеоны көрсеңіздер, осы шаңырақтың өтінішін орындап иншалла. Ал бол, онда мен батасын сұрайын, жақсы. Бір Құран оқып, Жасылан ұстаздан бата алайық, сосын ары қарай отыра беріңіздер. Мұхтар ұстаз Құдай қаласа ары қарай ауызашардың екінші дастарханын жүргізетін болады. Ал аталар бата беріңіздер, шкәні қайсысыңыз? Ал, амин. Әуелі Құдай оңласын, оң жолында бастасын. Асыңа адалдық, басыңа амандық берсін. Өркөнің өсіп, өрісің кеңісін. Алладан нәсіп төрден бесік кетпесін. Үсіп жанымның жаны жанатта болсын. Я Алла жатқан жері Алла тағалаға бір құт мекен болсын. Артында қалған ұрпағына майын шашсын. Амин. Ал, бисмилля, Ақан ұстазға Құранға кезек берейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Я Алла тағала осы оқылған қасиетті кәлем шәріфтен болған сауапты пенделерін Нүсіпжан аға мен Қарлығаш жеңгеміздің азиз рух шәріфтеріне арнайы бағыштадық. Я Раббил Аламин, бұл дүниеде біліп білмейді істеген күнәхи қателік істерді Ғафур Рахман сипатымен кешірім етіп, істеген ізгілік, жақсылық құлшылықтарын сауаптан жазып фазылымен қабыл айлап, алдын өздерімен жарық қылып артында алған отбасыларына, бала шағаларына, ұрпақтарына хайырлы берекелі, иманды өмірмен нәсіп етіп, Алла бір өзіңнің рахматынды, пайғамбарымыздың шапағатын нәсіп етіп, мәңгі бақи ақыреттік мекендерін пайғамбарлардың, сиддиқ салихиндардың мекені болған Фирдаусул Аъладан болуын нәсіп етіп, мынау бала шағаларының жайған дастарханын көпшіліктің Я Раббил Аламин қылған әмин деп бата тілеген баталарын, дұғаларын сауаптан жазып фазылмен қабыл айлағайсын. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммадин ва аля алейхи ва асхаби ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсын. Ал, асықпаңыздар. Видео бар ма? Видеоны қойып жібер. Кән. Кетіп қалмаңыздар. Видеоны көріп отыра беріңіздер. Жалғастырады қазір Мұхтар ұстаз. Өмір керкі бойламаған. Өмір, уақыттың бізге аманаттаған ең қымбат сыйы. Ол үнсіз басталып, сан алуан соқпақтармен жалғасып, бір күні мәңгілік тыныштыққа ұласады. Адам ғұмыры өлшемі шектеулі болғанымен, мағынасы шексіз кеңістік.
Сол кеңістікте әрбір жан өз ісі мен өз үні арқылы өмірдің мәнін айқындайды. Арықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Қалайсыңдар балаларым, тұрдыңдар ма? Жоғары ұйықтап жатсыңдар ма? Жақсы әке, таяқында өздеріңіз қойсыздар. Бәрі дұрыс болмайсың ба? Тұрғанбыз, үйде жұмыс. Балам, если жұмысың бітпей, не қыса асықпай қой, онда біз өзіміз оқылдалып қайта береміз. Бәрі сұрап алғанда. Көренді байқаға байлап жүр. Бұл деректі фильм бір ғұмырдың шежіресі. Жарық дүниеде өз орнын тауып, маңайына мейірім мен мағына сыйлаған жанның рухани келбеті жайлы сыр. Біз оның өткен жолына үңіле отырып, тек бір адамның тағдырын емес, өмірдің өз болмысын тануға талпынамыз. Өйткені адам кетеді, бірақ оның жақсы ісі қалады. Уақыт алға жылжығанымен, жүректе сақталған естелік мәңгі. Бұл фильм артында ізгі ісі, жарқын естелігі қалған асыл азамат, ардақты әке, асыл жар, сүйікті ата, Нүсіпжан Қасымжанұлының жарқын бейнесіне арналады. Сен қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Өмір өнеге. Нүсіпжан Қасымжанұлы Құдайбердиев 1966 жылдың 21 сәуірінде Алматы облысы Райымбек ауданы Сүмбе ауылында дүниеге келді. Қасиетті Қарасай мен Кегеннің етегіндегі табиғаты көркем, дархан мінезді ел қоныстанған өңірде өмірге келген сәбиге ата-анасы үлкен үміт артты. Әкесі Қасымжан, анасы Злиха қарапайым ел қатарлы азаматтар еді. Екеуінің тұрмыс тіршілігі Райымбек ауданына қарасты Қызыл Шекара ауылымен сабақтасып жатқанды. Берекелі шаңырақта 14 перзент өмірге келіп, солардың ортаншысы болып Нүсіпжан ержетті. Көп балалы отбасында өскен бала жастайынан бауырмалдықты, сабыр мен сыйластықты, еңбекқорлық пен жауапкершілікті бойына сіңіріп өсті. 1973 жылы Қызыл Шекара орта мектебінің табалдырығын аттап, 1984 жылы аталған білім ордасын тәмамдады. Мектеп қабырғасында алғырлығы мен, ашық мінезі мен, достарына адалдығы мен ерекшеленді. Ұстаздарының үмітін ақтап, қатарластарының ортасында сыйлы болды. 1985 жылы азаматтық борышын өтеуге аттанып, 2 жыл әскер қатарында қызмет етті. Әскери міндетін алыстағы Владивосток қаласында атқарды. Бұл жылдар оның мінезін шыңдап, жігерін жани түсті. Тәртіп пен төзімділікке үйреніп, елге есейіп, жауапкершілігі артқан азамат болып оралды. Әскерден кейін білімін жалғастырып, Қарағанды қаласындағы фотограф мамандығын меңгерді. Өнерге жақын жүрегі, сұлулықты көре білетін, фото өнер арқылы талай сәтті таспаға түсіріп, адамдардың қуанышын, өмірдің жарқын мезеттерін мәңгілікке қалдырды. Оның объективі арқылы талай отбасының бақытты сәттері тарих болып сақталды. Нүсіпжан Қасымжанұлы ең алдымен ардақты әке, өмірлік жары екеуі, 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Ұлдары Шыңғыс пен Данияр, қыздары Гүлдана мен Мақпал. Ол әке ретінде балаларына адалдықты, еңбекқорлықты, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйретті. Өзінің ісімен, мінезімен үлгі болды. Шүкір, бүгінде ұлдары ұяға, қыздары қияға қонып, өмірдің бір кірпіші болып қаланған. Әке ана сенімі ақталған, әр салада жемісті еңбек етуде. Қазірде ұрпағынан өрбіген Іңкәр, Фарух, Амина, Раяна, Адина және Кәусар есімді немере жиендері бар. Осы орайда Нүсіпжан Қасымжанұлы немерелері үшін мейірімді ата, ақылшы, қамқор жан еді.
олардың әр жетістігіне қуанып, әр қадамын тілекпен қолдап отырды. Сонымен қатар Нүсіпжан Қасымжанұлы өте көпшіл, ақ көңіл, бауырмал адам болды. Достары да, аралас құралас болған ортасы да көп еді. Қай ортаға барса да, өзіне тартып тұратын шынайылығымен, ашық мінезімен сый құрметке бөленді. Достыққа адал болды. Қиын сәтте жанынан табылатын сенімді жолдас еді. Ол ел аралағанды жақсы көретін, жаңа жер көріп, табиғат аясында серуендегенді жаны қалады. Әсіресе аңшылықты ұнататын, табиғатпен үндесіп, кең даланың тынысын сезіну оның жанына жақын еді. Бұл қызығушылығы оған сабыр мен тереңдік сыйлады. Құдалық жолмен талай сыйластықтың дәнекері болды. Алматы қаласынан Айша құдағайы, Қаскелеңнен Ерсайын құдасы мен Ләззат құдағайы, Мәриям құдағайы өмірлік сыйластығы жарасқан жандар. Әлбетте, Нүсіпжан әке ағайын туыс, құда жекжат арасындағы татулықты әрдайым жоғары қойды. Жаным, сендер аман болсаңдар, біз де аманбыз. Тұрған екеміз әзір. Өлең айтып отырмыз. Жас құшақ, еске алып. Ренжіме жаным. Білу жаным. Мен сен үшін жаным берем. Атасым кешір отыр. Менің берекем, балышым. Атасым кешір отыр. Берекем сенсің ғой. Өмірде күлкі сан бақыт деймін. Өтті күндер өзіңсіз жылайын алып, қатал тағдыр адамды сынайданық. Оралмадың қайғырып жоқтасақ та, жетім жүрек өксейді жылайданық. Жан едің ерекше бір жаратылған, байсалды да сабырлы дара тұлға. Жаның ізгі жүзіңнен шуақ шашып, жақсылыққа жанашыр ара тұрған. Өмір бойы біз саған борыштармыз, уақыт өтер бұл күннен алыстармыз. Өшпес бірақ санадан асыл бейнең, дұғамызды әр қашан бағыштармыз. Адам бұл өмірге қонақ деген рас екен. Ардақты азамат, асыл әке Нүсіпжан Қасымжанұлы 2025 жылдың 4 наурызында Есік қаласында дүниеден өтті. Бар болғаны 59 жыл өмір сүрді. Алайда бұл жылдар мазмұнға толы, ізгілікке толы өмір жолы еді. Ол артына өшпес із қалдырды. Балаларына асқар тәуәке, немерелеріне мейірімді ата, бауырларына қамқор тірек, достарына адал жан болып есте қалды. Адам өмірінің өлшемі, оның жасаған жақсылығы мен артында қалған өнегесі десек, Нүсіпжан Қасымжанұлының ғұмыры соның айқын дәлелі. Оның жарқын бейнесі жүректерде мәңгі сақталады. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын, жаныңыз жәннаттың төрінде шалқығай. Бақи бол, әке. Бисмилла. Сіздерге бір өтініш болып тұр. Жаңағы шығып кеткен жігіттер, имамдар жолдарына бара алмай күтіп тұр екенді. Сол жерге машиналарыңызды алып берсеңіздер, біз отырысымызды ары қарай жалғастыра берейік. Өткен ғибратқа толы бір бейне жазбаны көрдік. Алла разы болсын. Мынау өлейін деп өлмейді ғой, өлерлік жан, бірақ асте өлместей мына өмірде тірлік қылған. Жан кетсе, жанды ұрласа, сонда ойла болады не сенікі дейді. Бұл дүниеде адам баласы дүниеден
дүниеге келіп, осы өмір мен өлімнің арасында өтеді екен. Енді әкеміздің қандай ғұмырлы өмір сүргенін баршаларыңыз білесіздер, көріп отырсыздар. Осындай жиынға келіп, үлкен сабырлық танытып, бірге болғандарыңызға Алла разы болсын, сауаптан жазсын. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай жиынға ат басын тірегендеріңізге Алла сауаптан жазсын. Баршаларыңызға мың алғыс, өмірлеріңіз ұзақ, дендеріңіз сау болып, тағы да осындай керемет рухани жиындарда әлі де бас қосуымызды нәсіп етсін. Аман болыңыздар.